Мына мүйізді хан адам емес, нағыз шайтанның өзі. Бәріне сәлем. Бүгінгі видеода мен қалмақтардың мүйізді хан ертегісінің ащы шындықтарын және шайтани теорияларын айтатын боламын. Қызық болса, соңына дейін көр. Баяғы заманда бір әйел өмір сүріпті, және оның бір ақылды және мейірімді баласы болыпты. Ол зурнада ойнағанды жақсы көреді, және де ол ойнаған кезде бәрі тіріліп кеткендей болады екен. Адамдар билеп, тіпті қой ешектердің өзі билеп кетеді. Бірақ сол кезде бір зұлым хан билепті, және де әр ай сайын адамдарды алып кететін, және сол адамдар қайтып кетпейтін, қайтып оралмайтын. Және күндердің бір күні кезек жігітке де келеді. Анасы еңірек жылап тұрады, ал ұлы болса оны құшақтайды, және де өзіне шелпектерін салып, ұлын жолға шығарып салады. Жігіт біраз жол жүріп ханға жетеді, және де ханға жеткен кезде хан пышақты алып шығады. Жігіт болса шошып кетеді. Сосын менің шашымды қи дейді. Сосын бас киімін шешкен кезде ханның мүйізі бар екен. Сосын жігіт шашын алып болған соң хан оған сандықта алтын бар, соны өзің қолыңа сыйғанша ал дейді. Сосын жігіт енді ғана сандықты ашып жатқан кезде ол жер шұңқыр екен. Сосын хан тұрады, шұңқырға итеріп жібереді. Сосын құлап суға түсіп әрең дегенде бір жерге түседі. Сосын сол жерде енді ғана қарап жатқан кезде сүйектер жатыр екен. Сол сүйектердің арасынан дәу жылан шығады. Сосын жігіт қорыққаннан өзінің жаңағы зурнада ойнап бастайды. Ал жылан болса соған қуанып билеп бастайды. Сосын жылан жігітке риза болады. Және де жігіт тағы да өзінің шелпегін берген кезде анасы жасаған. Одан сайын қуанып әлгі жігітке көмектесуге келіседі. Сосын жылан жігітке әлгі үңгірден шығуға көмектеседі. Жігіт болса үлкен рахметін айтады. Және де шыққан соң ол бір қараңғы орманда пайда болады. Өте қалың орман. Сосын кеш батып кетіп бара жатқан кезде бір шөптің арасынан қасқыр шығады. Ал әлгі жігіт болса шошып кетіп ағашқа мініп алады. Ал қасқыр болса әлгі жігітті ұстай алмай қалады. Сосын жігіт өзінің зурнасында ойнап бастайды. Ал қасқыр билеп, ән салып, соған күліп жерде жатады. Ал жігіт болса ағаштан құлап түседі. Сосын оның қарны ашады. Ол енді баланы жейін деп жатқан кезде бала өзінің шелпегін береді. Қасқыр бұндай тамақты жемесе де бәрін жеп оған ұнады. Сосын қасқыр жігітке көмектесемін деп оған орманға шығуға көмектесті. Және де оны бір көлге әкелді. Ал ана жерде бір үй тұр. Жігіт болса рахметін айтып әлгі үйге қарай барады. Есікті қақса, анау жерде бір әже тұр екен. Ал негізі ол әже емес, қарны ашқан мыстан кемпір. Сосын мыстан өзінің үйіндегі заттармен әлгі жігітті сүйреп қазанға қарай апара жатады. Ал әлгі жігіт болса өтінемін соңғы рет өзім зурнамда ойнасам бола ма деп сұрайды. Ал мыстан кемпір болса рұқсатын береді. Сосын сол түн бойы әлгі жігіт сол зурнада ойнайды. Ал мыстан кемпір мен оның көмекшілері болса билейді. Сосын билеп болған соң мыстан кемпір қарным ашты, енді сен жеймін деп жатқан кезде жігіт оған өзінің анасы теген шелпекті береді. Ең соңғы шелпек. Сосын жігіт өзінің үйінде жатқан анасымен әлгі мүйізі бар хан туралы айтқан. Мыстан кемпір болса оған көмектесетінін айтты. Мыстан кемпір оған өзінің бір киімін береді. Былай кисең бала болып кетесің, ал егер кері аударып кисең қартайған шал болып кетесің деп айтады. Сосын әлгі жігіт өзінің қартайған адам болып келіп, мен шаш алуға келдім дейді. Сосын оны екі әскер ұстап алып ханға лақтырып жібереді. Сосын хан болса өзінің пышағын беріп отыра қалады. Және де әлгі шал өзінің пышағымен ханның пышағымен ханның шашын алады. Сосын алып болған соң хан әдеттегідей менің сандығымда алтын жатыр, бар өзің ал дейді. Сосын сандығын қарап жатқан кезде, ой, мына жерде алтын көп қой дейді. Сосын хан шошып кетіп, қандай алтын деп қарап жатқан кезде әлгі жігіт итеріп жібереді. Сосын әлгі шал болғандықтан хан құлап бара жатқан кезде жігіттің сақалынан ұстап алады. Сосын әлгі жігіт өзінің киімін шешіп тастаған кезде әлгі жігіттің сақалы жоқ болып кетіп хан ана жерге құлап түседі. Сосын айғайлаған дауысты естіп қалып әлгі нөкерлері келген кезде хан жоқ екен. Сосын әлгі сандық ашық тұр. Нөкерлері таң қалып тұрады. Ал әлгі жігіт болса тығылып қашып кетеді. Және де киімді баланың киімі қылып киіп алады екен. Сосын ол киімін шешіп өз үйіне қарай болады. Және де үйіне келген кезде анасы оны көріп қатты қуанады. Және де баласын құшақтайды. Ал әлгі ашулы ханды болса енді ешкім көрмеген екен. Біз жігітті ханның сандығының ішіне шұңқырға түсіп кеткенін білеміз. Бірақ сіздер оны қарапайым жай үңгірге апаратын шұңқыр деп ойлаған шығарсыздар. Бірақ жоқ. Ол шұңқыр тозаққа апаратын жол. Және сол жерге жеткен соң әлгі жігіт өміріне зиян тигізетін қиындықтар кездесе бастайды. Әлгі жігіт жыланға түскен кезде жылан оны орманға шығарып береді. Қалың орман, қап-қараңғы, қауіпті. Және де қасқырға кездескен кезде қасқыр оны жауыз мыстан кемпірге әкеп береді. Қасқыр неге әлгі жігітті орманнан шығара салмаған? Именно дәл әлгі мыстан кемпірге апарып берген. Ал мыстан кемпір болса оған өзінің сиқырлы затын берген, ханды өлтіру үшін. Сонда хан өз-өзін өлтірді деген сөз. Және де осы үшеуінің де мақсаты ханды өлтіру. Және де міне осы шұңқырға сол үшін біртүрлі қарау керек. Және де жаңағы кездескендер
олар тіршілік емес, олар нағыз шайтандар. Себебі үшеуі де ең басында әлгі жігітті өлтіргісі келген. Және де әлгі жігіт шұңқырға құлап түскен кезде ол шұңқырға әлгі тозаққа құлап түскен. Және де сол тозақтағы күзетшілер жылан, қасқыр және мыстан. Сол үшін кішкене ойланып қарау керек. Мыстан берген шапан ол жай шапан емес, ол жігіттің елес деген сөзі. Хан әлгі жігітті шұңқырға итеріп жүрген кезде жігіт сол кезде ғана өліп қалған. Ал ары қарай болған нәрсе ол тек қана жігіттің ойында болған нәрсе, немесе ол елеске айналып кеткен. Және ол өлімдер әлемінде тірі қалуға тырысқан. Жаңағы шапанмен әлгі жігіт бала болып кетеді, және де қартайған болып кетеді, және де жас жігіт болып кете алады. Бұлай ешқандай адам жасай алмайды. Сол үшін әлгі жігіт елес деген сөз. Адамдар бұлай мүлдем жасай алмайды. Жылан, қасқыр және мыстан олар ханның қолынан өлген адамдар. Және үшеуінің де ниеті әлгі ханды өлтіру болатын. Сол үшін олар әлгі жігітке көмектескен. Олар да бірде ханға келіп, оның шашын алып беріп көмектескен. Бірақ соңында қайтып келмеген. Видеоның басында біз бір жігітті алып кетіп бара жатқанын көреміз. Және де қасқырды көреміз. Осы жігіт пен қасқыр бір-біріне ұқсас. Сонда бұның бәрі жігітке көмектескен деген сөз. Және де бұның бәрі ханның қолынан өлген адамдар. Ал жігіт болса тірі қалған. Және осыларды қарай отыра біз жігітке кездескен үш адам үшеуі де ханның қолынан өлген. Және де ханды өлтіруге әлгі жігітке көмектескен. Көп ертегілерде Зұлымхан жай ғана қатыгез адам. Бірақ бұл оқиғада Зұлымхан басқаша. Және бір деталь бар. Ол бәрін өзгертеді. Ханның өзі бұл жай ғана белгі емес. Бұл оның адам еместігінің дәлелі. Және де ол шайтан. Ай сайын адамдардың жоғалуы бұл шайтандық келісім. Және де хан адамдарды кез келген уақытта емес, ай сайын алып кетеді. Немесе өзі білген уақытта. Бұл шайтандық ритуалдың уақыты. Және де көне сенімдерде бұл кез жын шайтанның күшеюдің кезеңі. Және алып кеткен адамдар қайтып келмейді. Және де ізі де қалмайды. Себебі шайтанға адамның өзі емес, оның жаны керек. Және де біз басында хан жігітке шашымды қый дейді. Бірақ шаш деген жай нәрсе емес. Ежелгі наным сенімде ол адамның күші, тағдыры және қорғауы. Хан дәл сол сәтте бас киімін шешіп мейлін көрсетеді. Бұл әлгі ханның маскасы түскен сәт. Жігіт шайтанның шын бейнесін көріп қояды. Осыдан кейін жігіт тірілер әлеміне толық жатпайды. Яғни өлімдер әлеміне кетіп қалған. Мыстан шайтанға қызмет еткен, бірақ шаршаған жан. Мыстан кемпір зұлым және жалғыз, аш, өз үйінде отырады. Бұл шайтанға ұзақ жыл қызмет еткен адамның соңғы. Және де музыка оның жүрегін жібітеді. Себебі шайтан да әуеден қорқады. Әуеннен қорқады. Музыка адам жанының дауысы. Және де мыстан кемпір сол үшін әлгі жігітке көмектескен. Және қорытындылай келе, Мүйізді хан ол адам емес, және патша да емес, ол нағыз шайтан. Және де ең қорқыныштысы, егер адамдар әлемі тағы да үнсіз қалса, бұл шайтан тағы да оралады. Басқа жерде, басқа атпен.